Тәуекел түбі жел қайық. Адамдардың көбісі өз мойнына Алла жүктемеген жүкті артып алады. Ол жүк бәрін бақылауда ұстауға деген ұмтылыс. Адам болашақта не болатынын нақты білгісі келеді, бірақ Алла бізге ертеңнің барлық егжей-тегжейін уәде еткен жоқ. Ол бізге өзінің даналығын, рақымын және өзіне тәуекел еткен жанды қор қылмайтынын ғана уәде етті. Көптеген адамдар тәуекел мен себеп-салдарды қолдануды шатастырып жатады. Тәуекел ету ешқашан жалқаулық емес. Керісінше, ол барлық қажетті амалдарды жасап болғаннан кейін Аллаға толық сүйену. Диқан тұқым себеді, жерді суарады, арам шөпті жұлады. Бірақ тұқымға өс деп бұйыра алмайды. Ол тек Алланың құзырындағы іс. Міне, тәуекелдің шынайы мәні қай жерде сенің жауапкершілігің аяқталып, қай жерде Алланың қалауына орын берілетінін білу. Қорқыныштың көпшілігі осы шекараны білмеуден туады. Біз көбіне бүгінгі еңбегімізге емес, соның нәтижесіне көбірек алаңдаймыз. Ертеңнен бүгінгі ісімізді жақсы атқарғаннан да қаттырақ қорқамыз. Ізгі адамдар себептердің бәрін қолданатын, соған қарамастан, олардың жүрегі тыныш болатын. Өйткені олар өз жоспарларына да, байлықтарына да, адамдарға да емес, Аллаға ғана арқа сүйейтін. Нағыз тәуекел ету еңбектен бас тарту емес. Ол қорқынышты сейілтіп, жүректі нәтижеге байланып қалмай еңбек етуге үйретеді. Егер Алланы разы ететін нәрсенің бәрін істеп болсаң, қалғанын Аллаға тапсыр. Өйткені жан тыныштығы адам Алладан басқа ешкім көрмейтін жүкті өз мойнынан түсірген кезде басталады. Бекжан Әшімов.